Барлығына сәлем. Жер планетасында әртүрлі адамдар кездеседі. Олардың ішінде біреуі әнші болғысы келсе, ал біреулері футболшы болғысы келеді. Алайда олардың ішінде жануарға айланғысы келетіндер де бар екен. Сіздермен бірге БНТВ арнасы. Бүгін біз сіздерге жануарға айналған адамдар туралы айтатын боламыз. Зебра адам Горация Ридлер 1892 жылы бай отбасында дүниеге келген. Ол 2 рет Британия армиясында қызмет жасаған. Тіпті бірінші дүниежүзілік соғысқа да қатысқан. Жас жігіт соғыстан өз отанына қайтқаннан кейін ол басқа адам болуды қалады. Көп өтпей ол атақты татуировкашы Джорджқа өз денесіне татуировка салдыруды сұрады. Джордж Ридлердің денесіне зебраның денесіндегідей қара ұзын сызықтар сызды. Бұл іс 150 сағатқа дейін созылды. Бұдан бөлек Ридлер денесіне бірнеше тесіктер салдырды. Сонымен Ридлер тарихта денесін өзгерткен ең алғашқы адамдардың бірі болды. Кейіннен Ридлер адамдарға танылғаннан кейін циркке шығып бастады. Тотықұс адам. Бұрынғы Британияның Бристон қаласынан болған бұл жігіттің аты Тед Ритарс. Алайда, оның қазіргі паспорттағы аты Тотықұс. Бұл бір түрлі жігіт. Көп жылдар ішінде өзінің сүйікті құсы Тотықұсқа ұқсауға максималды түрде әрекет жасауда. Бұл үшін ол бетіне және денесіне 1000-нан артық татуировка сыздырды. Ол тіпті Тотықұсқа ұқсау үшін құлақтарында кестіріп тастаған және де өз үйін құстардың торына ұқсатып қойған. Тед өзінің алғашқы татуировкасын 1976 жылы сыздырды. Тедтің айтуынша, ол өз отбасымен араласпайды, алайда тотықұстар өзінің отбасының орнын басады екен. Денис Анвер, анық айтқанда мысық адам. Денис өзгеруден алдын теңіз техник мектебінде бағдарламалаушы болып жұмыс атқарған және қатарластарынан айырмашылығы жоқ еді. Алайда ол бір күні басқаша адам болуды қалады. Оның мысыққа айналуы 20 жыл ішінде болды. Осы уақытқа дейін ол өз бетін өзгерту үшін 33 операцияны бастан өткізген. Бұдан бөлек ол мойлау импланттарын бетіне орналастырды. Мысыққа максималды түрде ұқсауға әрекет жасаған бұл адам басынан көп қиыншылықтарды өткізді. Алайда ол өз ойынан қайтпады. Психологтардың айтуынша ол психикалық ауруға шалдыққан. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, қазақ тілдегі YouTube арнаның дамуы үшін подписка жасап, достарымызға таратайық. Сіздермен бірге болған БНТВ арнасы.